Kaçmanız bergeniz. Bizden Hakim taydı короче. Şangı tepti. Государственный СМИ, да, өкіметтік СМИ'лер мына халықтың ақшасына, өкіметтің поддержкасын алып, жұмыс істеп жатқан нелер бұлар? Бұқаралық ақпарат құралдары. Өз ақшасына емес, сіздердің ақшаға істеп жатыр. 15 жыл бойы осы халықтың мұңын айтқан емес. Мына халық қазір мына жерде боқ сасыған боққананың жанында отыр. Су жоқ, мал құсап суда әкеп төгіп отыр. Әкім мініп отыр. Мыналар СМИ'лер қазір. Өткенде, міне, онан акимат. Бірақ осы халықтың сұрағын дейді, енді Айтеніп шешіп жатыр дейді. Сонда Айтеніпке дейінгі әкімдер не істеді? Әкім мырза, Айтеніпке дейінгі әкімдер не істеді? Бәке, мен жауап беріп болдым уже. Жоқ, мен сұрақ қойбадым. Мен сізге жауап беріп болдым. Сіз міндеттісіз ғой маған сұрақ жауап беруге. Мен халықпын. Дұрыс па? Дұрыс. Сіз менің ақшама өмір сүріп жатсыз. Менің ақшама күн көріп жатсыз. Айлық алып жатсыз. Жауап берсеңізші мен халық. Жауап береді. Айтеніпке дейін әкімдер не істеген мен хабарым жоқ. Дұрыс тұрыңыз. Жоқ, сонда әкім не істеп кетеді? Сіз сұрақ жасамайсыздар ма? Bu yerде қазір бәке 4800 участок бар да. Дұрысыңыз да. Соның 1025 үйінде үй бар, салынды. Енді қалғандарының салынған жоқ. 19 көшесі бар. Енді 95 шақырым ішкі жүйені жүргізу керек. 2019 жылы дұрысыңыз. Апрельде Айтен мырза өшел келіп халықпен кездесті. Оған дейін бұл жерде құрылыс болған емес. Дұрыс, орында. Халық 15 жылдан бері, 8 жылдан бері деп жатыр ғой. Су ішкен жоқ, оты орында. Айтен келгеннен кейін осы жерге халыққа уәде берген рас. Шұғыл түрде 6 айдың ішінде жобалық сметалық құжаттарын жасады да, желтоқсан айында 2 миллиард 900 миллион теңгеге жоба бітті. Экспертизадан өтті. Жылдың соңында декабрьде мемлекеттік сатып алу болды. 50 миллион теңге қаржы беріп, жоба 2022 жылға шейін созылды. 19-да шыққанмен желтоқсанда. Жоқ, оны түсінді. Цифрдің бәрін қазір шықты. Веб-сайтыңызда бар ғой, біз көре саламыз. Дұрыс, енді содан кейін шықты. Енді қазір кезде бұл республиканың бюджеттен берілді көбісі. Местный бюджеттен азғандай сумма берілді. Соман енді осының бәрі жасалынды. Енді қазір 95 шақырымды 2 айдың ішінде, 3 айдың ішінде қазып кіргізу мүмкін емес, бәке. Жоқ, мен сіз түсініп мұсылман баласы. Жоқ, бәріміз мұсылман. Мынау Телманның баласымын да мен. Иә. Мына жерден бір құдық қазсаңыз 500 мың теңге кетеді. Дұрыс. 300 мың теңге обратный осмыз. Сонда ана жерден су, бәке, тұщы су ағады. Бұл бірінші түсінгіш енді. 800 мың теңгенің орнына 2 миллиард салып әлі істей алмайсыз. 3 миллиард теңіз, 2 миллиард 900 миллион. 3 миллиард болсын. 3 миллиард. Осылардың ақшасы ол 3 миллиард достарының ақшасы. Дұрыс па? Салық төлеушілердің ақшасы. Дұрыс па? Дұрыс. Ол сіздің ақшаңыз емес. Ормандың ақшасы емес. Мыналардың, осылардың ақшасына осылардың өзіне су бермесінің қайранға батыңыз. Сіз бірінші түсініңізші. Ол да есте болды. Ұңғыма қазылатын болса да, бұл жерде білесіз ба? 4858 учаскені ол судың дебиті жетпейді. Түсініңізші. Жетеді, неге жетпейді? Жоқ. Мен сізге енді жетпейді деп жаңа мал құсап су әкелген ұят қой. Қаланың ішінде Шымкент қаласы. Мына ең центральный көше ұят емес пе? Бауырым, бірінші түсініңізші. Мен де сіз де мені инженер емеспіз ғой. Ұңғыма керек емес. Оған высшее образование керек емес. Ұңғыма қазу үшін да түсініңізші. Ұңғыманың су дебиті жетпейді. Сол үшін бәрін зерттеген. Енді Көмешбұлақтан қосымша қазір трассадан су алып келіп, мына 4800 үйге әр қайсысында біліңізді жан 5 адамнан болғанда бір 2,5 мың адам болады. Оған жетпейді су. Әр адамға бір күнде 100 литрден артық су керек. Ол су жетпейтін болған екен, сол суды қосымша әкелді. Жоқ, сіз қайта ішетін су берсеңізші. Жаңағы малына беретін су таси беріңіз. Енді ішетін суды битек. Жоқ, жаңағы 800 мың теңге ішетін су істеуге болады ғой. Жоқ емес, қараңыз, 4800 үй дедіңіз бе? Біз өткенде есептедік. 4800 үй. Дүкендерден санадық сатып алып жатқан 5 литрлік суынан. Иә. Бұлардың бәрінің жабылып ішіп жатқан суы бір күндегі 8 тонна. Любой скважина 10 тонна береді. Сіз не айтып жатсыз қазір? Бәке, бірінші түсініңізші. Түсінейін, айтайын. Бұл енді түсініңізші мейлі. Бұл жоспарға сәйкес, бұл арнайы проект жасалынды, түсініңіз ба? Оның бәрін зерттеді. Зерттегенде ұңғыманың су жетпейтін болғаннан кейін оны Көмешбұлақтан қайталады жатсыз да? Жоқ, дұрыс қой. Айтыңызшы, мынау Нұр Отан партиясының жүзіласын жауып алыпсыз. Нұр Отан партиясы мыналарды әдейі 15 жыл сусыз ұстап отыр ма сонда? Жоқ. Оған дейін дұрыс. Нұр Отан партиясында қарастырдыңыздар ма осыларға су беру жайлы? Бір рет болса қарастырдыңыздар ма? Міндетті түрде қарастырылды. Ол Нұр Отанды біздің ақшамызға отыр. Дұрыс. Нұр Отан партиясы Нұр Отан партиясы, Айтенім Нұр Отан партиясының Шымкент қаласында төрағасы. Сол кісі барып, республикадан барып, 3 миллиард теңгені алып келді ғой енді. Енді бізге уақыт керек, түсінесіз ба? Қазір енді бұның қараңызда ақшаның бәрі жұмыс жасап жатыр. Проект жасалынды, жоба жасалынды, іске асты, қаржы бөлінді. Енді тек қана уақыт керек, бәке. Түсіндім, уақытты. Не етейін дегеніңіз, сұрайын дегеніңіз? Қазір мына көшеде мен 3-ші көшеде тұрам, жол түсіп жатыр да.
мен тура сол жол түсіп жатқанның 20 метр мына угловойда тұрам. Шаң, топаң, мен начальник учаскесіне де звондадым. Су сепсеңдерші, әкең өлдік қой, бала шаға жас, бәрі шаң жұтып жатыр. Жолды мен үшін емес, сен өзің қалтаң үшін істеп жатсың дедім. Ауылда өкпе ауруы қалай? Ау? Мына ауылда өкпе аурулары қалай? Асқынған ба? Асқынғандар да бар, былай да бар, оны енді. Сіз жаңа шаңнан мына халықтың денсаулығына зиян келтіріп жатырмын деп ойламайсыз ба? Өте орынды. Дұрыс айтып жатыр. Қазір мен мына жерде Кеше мен участковойға да звондадым. Участковой айтты, мен деді Абай ауданының әкіміне звондадым деді. қазір мен транспорт басқармасының өзі замы тұр, Мадияр шақырайын. Міндетті түрде жол істегеннен кейін әр сағат сайын бола ма, болмаса 2 сағат сайын бола ма, суды шаштыру керек. Дұрыс. Шашпаған адамға қандай айып бар? Ау? Шашпаған адамға қандай? Бері қараңыз, бәке. Оның транспорт басқармасы бар, жол істеп жатқан, су істеп жатқан ЖКХ басқармасы бар. Мен ауданның әкімі, мен соның бәрін ұйымдастырдым. Сонысы ба? Қазір шақыршы, Мадияр шақыршы. Мен сұрақ қояйық қазір. Мадияр сұрақ қояйық. Мадияр сұраймыз. Мадияр! Неге су шашпайсың деп сұрақ қояйық. Ғани шақырамыз ба? Жоқ, Мадияр кеш. Ғани не қылып жүр бұл жерде? Қайсы Ғани? Міне зам, міне осы. Қазір қараңыз, міне тоқтан келген шаң деген адам жүре алмайды. Мадияр, Мына кісі жауап беріңіз. мына кісі айтып жатыр, біздің есігіміздің алдында дейді жол жөндеп жатыр. Мына жерде Шаң дейді жол. жол қазылып жатыр да 20 метр мен жерде тұрам. Душқа су құя алмайсың. Мынандай іші топырақ. Сен өзің сол жерде барып тұрып көрші бір 2 сағат. 12 маған айтасың. Сіздің айтып отқаныңыз Әл-Фараби көшесі да? Әл-Фараби да мынау Әл-Фараби. Иә. Енді құрылыстың барысында ондай енді шаң самалмен де келіп жатыр ғой. Болады. Жоқ, самал емес ол, самалдың алдында. Тыңда, Құдай кінәлі ма сонда? мәселе Құдайда емес. Самалды Құдай айтқан шығар. Иә, Вот Алланың қолында. шаң производствода шаң болады. Енді Кісі ғана айтты ғой жаңа 2 сағат сайын себу керек деді. Көкем дұрыс айтты. 2 сағат Өтірік айтып жатыр ма? сайын су себіліп жатыр, сепкенде. Су себіліп жатыр 2 сағат сайын дейді. Жоқ, себілмейді 2 сағат. Бұл сізді өтірік айтып жатыр деп тұрмын. Сепкеніне 5 күн болған суды. Мен көрдім 5 күн болған. Конечно, өтірік айтып жатыр. Онда ертеңнен- Мен онда каждый день онда телефонға түсіріп отырайын. Қай уақытта шашылып жатыр. Түсіріңіз, Жалған айтты, мына халық айтып жатыр. 2 сағат сайын себіліп жатқан жоқ дейді. 2 сағат сайын себілмесе де кемінде күніне 3 рет себіліп жатыр. 2 сағат 10 минутта. 3 рет. 3 рет. Давай ертеңнен бастап бірлесіп онда осы мәселені бақылау жүрейік. Келім. Ертең мен де келем. Егер 2 сағат сайын себілмесе не істейсің? Күніне 3 рет себіледі. Жоқ, 3 рет емес, 2 сағат деп отыр бұл кісі. Жоқ, мен сізге мысал ретінде бердім, бәке. Мысалы, хорошо. Мен басқарма жауап беріп жатырмын. Хорошо. Күніне 3 рет 3 аз. Мына рет. кісі айтады, ырза емеспін 3 ретке дейді. Не істейсің? 2 сағат сайын сепсеңіз де аздық қылады. Себебі ол кеуіп кетеді жаздың күні. Короче, шаңды жұтып отыра бер дейсіз ба бұған? Мәселе ода емес, күніне кемінде 3 рет біз су сеуіп Сол отырамыз. сұрақ қойып жатыр. Мына қараңыз, бұл кісі айтады, шаңды құрт дейді. Құрт шаңды. Сіз не дейсіз? Құртпаймын ақын дейсіз ба? Павлушкпен сәл сұруға болатын жоқ. Аға, мен- Өрде бар ғой, бір водовоз қылсаң, өрде 1000 кірпіш шығады. Егер күні 3 рет себілсе де, жер тапталады. Азында кірпіш құюға. Болды. Ертеңнен 3 рет күніге сепсе жер тапталады дейді. Неге тапталмай жатыр жерің? Тап білмеймін неменеге. Ол КамАЗ тынбай жүріп жатыр, қайдан тапталады ол? Мадияр, келіп, бәкеңді шақырып. Әрине, давай ертең бірлесіп бақылауға алайық. Мына жердің депутаты кім? Соны неге шақырмайсыз? Мына халық ешқашан көрмеген депутатты осы ауданның. Мен депутатқа бақылауды мен де Жоқ, сіздер әкімшіліктен депутат шақырмайсыз ба? Өмір келмейді дейді мыналар. Жарайды. Депутат келмейді ғой бұл Хорошо, вообще депутат. депутат. Бұлар даже дауыс та бермейді екен ешқашан. Кім сайлап жатсыздар бұл жақтан? Қояйын сұрақтарымды. Иә. Мен сұрақ қойсам Қойып әрине болады. Кел айналайын бауырым. Мына жақта ортаға тұр. мысалға да 14-ші жылдан бері 13 па 14-тен бері свет жүрді. Мына 3 көшеге мынау адам барлардың да үйлерінің. Мынау газ анау Абай жауап берсін. Абай! жоқ, ол кісілер маған қағазды берді қазір. Газ 2 миллион. Ау, иә, сол қағазды берді. Бұл қағазда өзіне сұраса прямой. Қазір мен де көмектесем саған сұрақ қойған. Абай, Абай кешір. бұл кісінің сұрағына жауап мысалға да бер. мен сұрағыма жауап беріңізші. Біз 30-33 теңгеден төлеп жатырық та киловаттына. Ондай нарық бұл Шимент қаласында жоқ шығар. Ондай нарықта. Қазір Абай, жекеменшікке свет сатуға қақысы бар ма? Қазақстанның сол өзі қалаған бағасын қоя ала ма? Кісілерге свет сатып жатқан адамның бағасын кім контроль жасайды? Иә. Оны оңтүстік жақ транзит жасайды өзі. Свет Оңтүстік монополист емес пе өзі онсызда? өнім беруші Аха. Жоқ, Шимент қаласының бойынша ондай Өнім баға беруші? жоқ шығар, бар ма? контроль жасайды өзі. Өзі ма? Монополист өзі контроль жасай ма? Иә. Мына кісі заңға қайшы нәрсе айтып тұрған жоқ қой. Монополист бағаны өзі контроль жасайды дейді. Жаңағы частный не? Частный не? Яғни қараңыздар. Оны Жоқ, ешқашан неғып оңтүстік жарық ол монополист. Дұрыс па? Монополист өзінің бекітілген бағамен электроэнергиясын сатады жеке адамға. Жеке адамға емес, Жеке. ол біреуге сатып, ол мыналарға сатып. Иә, ол бізге сатып Жеке жатыр ғой. ғой. Жеке деп трансформатор. Трансформатор жеке меншік. Иә, иә. Оның лицензиясы бар ма? Кімнің? Жаңа электр жарығын сатуға? Оны білмеймін мен. Оны ондай маған Жаңа әкімшілік қайда? Қашпаңыз бергеңіз. біздің Әкім тайды, короче. Шаңғы тепті.
Мемлекет тарапынан жүргізіледі Бұл электричество. қағазды бұлар беріп отыр да Қағаз не маған. қыласың? Ол қағазы бұл әшейін. Не қағаз? жұмсарту үшін. Иә, сондай болып тұр. Жұмсақ Қағазды бере салды, мынаны көріп ал інім деді да, бұл қағаз газ осы жерде оқып. Короче, мына бұл емес енді басқа біреулер айтады да қағаз бергенде. Сонда енді- Денеңді босатып кетіп қыста құр дейді болды. Мынау ұят емес пе? Халыққа тұрса светті қымбат сатып жатсың 33 теңгеден біреулер. Мен сатып жатқан жоқ. Жоқ, сен бәрін жүдесіңдер, сен өкіметтің ақшасына күн көріп жатқан жоқсың, айлық алып жатсың ба? Алып жатырмыз. Айлық мыналардың ақшасы ғой. Налогоплательщиктер. Аяқ киіміңізді қараңдар, біздің аяқ киімді қарасаң, Қарасаңыз менің жағдайын. біз үйден аппақ болып шығамыз негізі. Сізді бай дейді, мен келеймін дейді. Не дейсіз оған? Шенке демеймін. Отқандар жоқ па не? Болды ма сұрақтарыңыз бітті ме халық? Ha? Ондай болса біз жиналайық қаны. Осымен бітірдік. Халықпен негізі өкіметтің арасында әңгіме екі жақты болды. Көрініп тұр өкіметтің халықты менсінбейтінінде, тыңдамайтынында. Қалай болғанда да енді көреміз. Барлығын қит етсе болды, Құдайға жауап береді. Шаң Құдайдан келе жатыр, су Құдайдан келе жатыр деп. Бірақ барлығы осы халықтың түсінбейтініне мен бір қайран қалатыным, суды осыдан бірнеше жыл бұрын Орманов алған кезде уәде берген, халықтың бәрін сумен қамтамасыз етемін деп. Бұл қамтамасыз етемін деп Ормановтың әкесінің жердің астына тығып қойған су емес. Құдайдың өзінің берген суы. Совет елі сол водоканалды салу үшін 1,5 миллиард доллар жасаған тұғын. 1,5 миллиард доллардың мүлкін бір күнде әкім былай ала салды да, енді қазір сусыз халықты 15 жыл қинап отыр. Міне осының бәрін әрине бірінші керекте Әсет Өрентаев сізге айтамыз, өйткені өкіметте Исекешевтен басқа біз байқағанымыз халыққа жан ашатын адам жоқ па деп ойлап қалдық. Екіншіден әрине осы Құдайберген Ержан мырзаға айтамыз, сіз өзіміздің осы Оңтүстік Қазақстан облысынан депутат болып осы Құдайге осыны сіз шешпесеңіз, өзгелердің қылда қисаймайтын сияқты. Расында мынау өте қиын нәрсе. 21 ғасырда, 21 жылда осыдан 10 мың жыл бұрынғыдағыдай халықты малға су әкелгенде су әкеп беріп, боққананың жанында тұрғызып атқаны өте ұят нәрсе. Ормановқа тағы да айтамыз. Орманов телекс сатып алсаң, бар жоғы 20 мың теңге күніге затрат жасайсың, мына боққанадан гүлдің иісі шығады. Эконом жасамаған абзал. Рамада гостиницаң құтты болсын. Рахмет, сау болыңыздар. Сіздермен болған Бақытжан Көпбайбекшінің үстін көріңіздер обязательно.